Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыңдар? Сіздермен бірге бұл мен Илнар Қазақ. Қалайсыңдар? Қалай жалпы жағдай? Бүгін біздер үй ұстайтын боламыз, яғни үйдерді сливать ететін боламыз. Көріп тұрғандарыңдай бұл жақта тайм тұр. Қазір 00-ден 53 секундтар кетіп жатыр. 12-13 секунд кетіп жатыр. Қазір 7 минуттан кейін бізде бір Эдовадағы бір үй сливать етіледі. Қазір соған баратын боламын. Мынау басқа аккаунтым, бомж аккаунтым емес. Бомж аккаунтымды 4-ші серия алдағы уақытта шығатын болады, күтіңіздер. Соны досыммен бірге түсіруге тырысып жатырмын. Қазір біз банктан ақша шешіп алайық, 400 мыңдай. Сосын сол Эдоваға үлгерсек жетеміз. Қазір 7 минутта, уже 6 минут қалды. Так, қазір шешіп аламыз ақшаны тез. Так, 0-0. Все, болды, ақшаны шештік банктағы. Так, енді основной счетты қарып көру керек. Так, основной счетта біраз ақша болу керек. Так, бар екен ақша. Осыны алып аламыз қазір. Так, 54 мың. Все, кеттік. Енді машинамызға отырамыз, Эдоваға басатын боламыз. Ал сіздер құры отпай, арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Және де қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Ол тіркелсеңіздер, лайк бассаңыздар, просмотр көбейсе, маған келесі видеоны шығаруға деген желанием ашылады, мотивация болады. Сондықтан тіркеліп просмотрды көбейтейік. Достар, менімен бірге Благресе ойын ойнағыларыңыз келсе, онда описаниеға ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жақтан скачать ете аласыздар. 2 лаунчер тұрады, біреусі движокпен бета версиясы, біреусі обычный лаунчер. Ойынға кіре салысымен 24-ші сервер, SPV серверін таңдаймыз. Және де осындай Bloody мен BRLOVY деген промокодтарды жазамыз. Менің промокодым скоро шығатын болады. Ал сәттілік. Достар, бүгін 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен баршаңды құттықтаймын. Және өтіп кеткен 7 май мерекелерімен олдар құттықтаймын. Және де бүгін айтпақшы, жаңада сервер шығады 9 май сағат 15:00-де Алматы уақытымен, ал Москва уақытымен 12:00. Москва уақыты мен 12:00-де болады. Сондықтан баршамыз осы ютуберлер видео түсіріп, және де баршамыз осы открытияға қатысайық. Барлықтарыңды күтемін. Және де осы серверден не ұстаймыз? Бизнес, симка, номерный знак, сондайларды қайсын ұстай аламыз? Барлығын комментарияға или өздерінің YouTube посттарыңа салып қойсаңдар болады. Или TikTokқа да салып қойыңдар не ұстағандарыңды. Сондықтан барлығымыз открытияға қатысамыз. Және де 15:00-де болады, тағы да айтайын. Кешікпеңіздер, кіріңіздер. Ал сәттілік. Вот, достар, біз уже жетіп қалдық. Уже бастап қатып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп машина мына жақта. Бұл жақта бір көп машиналар. Қазір машинадан түсетін боламыз. Так, ары қарай барып көрейік. Өте қатып жатыр. Видеода білмеймін қалай болып жатқанын. Так, мына жақта да машиналар бар екен. Және де бізде көп адам даже крышаға шығылған. Әрине администраторлар бар, демит етпеу үшін адамдар сол үшін жүр. Так, байхаус деген коменданы жазамыз. Біз уже үлгеріптік, 1 минут қапты. Таймға қарасаңыздар болады. 00:59:13 сағат 1-де қазір словить етіледі. Так, айтпақшы достар, сіздер қайдан осы домдар слив болатынын білмесеңіздер, оны видеоның соңында көрсететін боламын. Сол жерден барып көресіздер қандай дом сливать етеді, сағат қаншада. Бірақ қандай домде қай жерде тұратынын айтпайды, оны өздеріңіз іздейсіздер. Және сағатын ғана айтады. Москва уақытымен айтады әрине. Ал бізде 15 секунд уақыт қалды.
дайындаламыз. Вот. Так. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Және де байқауыз. Блин. Достар, үлгермей қалдық. Блин. Ой. Не деген өкінішті де. Бірақ мұңайымыз әлі де алдағы уақытта көп деген уақыттар бар. Сол кезде алатын шығарымыз деген үміттемін. Және барлықтарымыз ертеңгі жаңа сервер кіреміз. Және айтпақшы, бағана қай адам алды деп ойлайсыздар осы үйді. Какой-то бір бомж алып келеді, қазір экранға шығаратын боламын. Мыналар админға жазып берейік, просто мен Дигл деп ойлап қалса, демогранға кетіп қалуы мүмкін. Так. Қазір экранға шығарам, міне қараңыздар. Вот достар, осы Хазбик деген бір бомж алып кетті. Бомж ба білмеймін. Скині бомжға ұқсайды екен. В общем, сол алып кетіп, әлі не өкінішті. Ну, жарайды. Қазір таймды көріп жіберейік. Бізде Москвамен қанша болды? 21 ма? Сондай болыватыр. 21 деген 9. Так, вот. Азалада әлі де адам көп. Хазбик деген қараңыздар, Владис Хазбик. В общем, сол алып кетті. Осылай достар, осы жай ғана қысқа видео болды. Үй словить етем деп түсіре салған болатынмын. Ал ендеше осы мен видеоны қазір ашық жерге апарайын. Өте қатып отыр, слишком. Білмеймін, видеода қандай болып жатқан. Білмеймін, өзім ойнап жатқан кезде жаман қатып отыр. Так, осы адам аз жерге барайық. Осымен достар, видео аяқталды. Сағат бізде уже 1-ден 2 кетті, 1-ден 3 кетті почти. Осымен видео аяқталды. Видеоңызды лайк басып, подписаться істеп, мен қолдаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео шығады. Мотивация бересіздер. Ал сау болыңыздар. Жаңа айтқандай, мен домдарды қалай сливтің қанша уақытта болатын, қашан болатын көретін жерге айтамын. Және слив домдар бар ма, жоқ па, соны көретін жерді айтатын боламын. Барлықтарыңыз білесіздер, мына СМИ деген жерді, яғни телеарна новости, сол жаққа келесіздер. Сосын қарсы бетінде осындай кішкене здание тұрады, соған кіресіздер. Потом осы сарыға келесіздер. Сосын мына жақта информация домах, информация гараж, сосын информация квартира деп тұрады. Біз ең важный ол бізде дом, сондықтан домға кіреміз. Және де бір слив бар екен, сағат 15:00-де. Домның номерін көрсетпейді, тек уақытын көрсетеді, қанша слив болған, қаншада слив болатынын. Сондықтан осы домды тауымыз керек. Оны қазір келесі видеода түсіретін боламын тауып. Сондықтан келесі видеоны обязательно көріңіздер. Және де бұл жерде 15:00 дегеніміз Москва уақытымен, ал бізде сағат 6-да кешкі 18:00-де. Егер де кім Новосибирскте ойнайтын болса, онда осы үйге келесіздер. Және де слив том барлық қай жерден қарауға болатынын айтайын. Эдова, Карьякино, Батыров, сосын Карел деген Бусаев, сосын осындай жерлерге қарайсыздар. Егер де Эдова, Карьякино, Бусаев, Карел, сосын Батыровта деревня үйлер слив болмаса, онда Игровка мен Рублевкада болуы мүмкін. Міне меткада көріп тұрғаннан сай, осы екі жерде болуы мүмкін. Бірақ ол екі жерден сливать етемайсыздар, өйткені ол жердегі үйлер қымбат, білесіздер, коттедж үйлер. Сондықтан ол жердегілерге қарамаймыз. Тек деревня үйлер 300 мың тұратын. Ол үшін сіздерге 300 мың қолда болу керек. Сондықтан осы зданияға келесіздерді, сол слив үйдің уақытын көресіздер, сосын сол слив үйді іздейтін боласыздар. Барлықтарыңыз түсіндіңіздер деген ойдамын. Ал сау болыңыздар. Келесі видеоны обязательно көріңіздер, сол жақта үйді табатын боламын.